Қазақстан тарихы. Ресей империясының Орта Азиядағы иеліктері қалай аталды? Түркістан өлкесі. Кеңес одағы ыдыраған соң, Ресейде Орта Азия ұғымы қолданыла басталды. 1991 жылдан. Кеңес одағы кезеңінде Орта Азияға енбей, өз алдына жеке экономикалық аймақ болды. Қазақстан. Орталық Азия ұғымын алғаш рет қолданған немістің зерттеушілері Карл Риттер және Александр Гумбольдт. Орталық Азия ұғымы алғаш рет қолданылды 19 ғасырдың ортасында. Ресей империясы кезінде Орта Азия ұғымы аталған аймақ Қазақстан мен Ауғанстанның арасы. Орталық Азияны ішкі ағынды өзендер алабымен анықтауды ұсынған немістің географы Рихтгофен. 1881 жылға дейін Орынбор генерал-губернаторлығына енген облыстар Орал және Торғай. Орталық Азияны Евразияның ішкі биік аудандары деп атаған немістің зерттеушісі Карл Риттер. Саяси география тұрғысынан Орталық Азияға кірген 5 посткеңестік елдер: Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан. Ертедегі ежелгі дәуірлік, ежелгі шығыстық, ортағасырлық өркениеттер атауы. Дәстүрлі. Орталық Азия туралы ауызша хабарлар мен дәлелсіз дереккөздерден жазды. Грек, Рим авторлары. Парсы патшасы Кирдің Орталық Азияға жасаған соңғы жорығы туралы баяндалды. Геродоттың тарих атты еңбегінде. Александр Македонскийдің Орталық Азияға жорығы туралы жазылған үлкен Плинийдің еңбегі Жаратылыстану тарихы. Александр Македонскийдің Орталық Азияға жорығы туралы жазылған Страбонның еңбегі География. Александр Македонскийдің Орталық Азияға жорығы туралы жазылған Птолемейдің еңбегі География. Ғұндардың Европаға жорығы туралы жазылған Рим тарихшысы Амиан Марцелин. Орталық Азияның ежелгі тарихы туралы маңызды да нақты деректер. Қытайлық. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда Ферғана, Жетісу, Қаңлы және Бактрияға сапар жасаған батыс елдері туралы еңбектің авторы Чжан Цянь. Қытайдағы хан әулетінің тарихшысы, тарихи жазбалары еңбегінің авторы Сымя Цянь.